Counting days, counting time. Барлықтарыңа салам достар, сендермен мен Драко достар. Бүгінгі видеодан нейтрон жайлы видео болмақ. Яғни нейтрон хайпы жүрмі, сол туралы осы видеода барлығын айтатын боламын. Так что видеоға лайк басып және ана тіркеліп қалып көйшікті басыңдар достар. Енше видео ролемізді қосылмай бастайтын боламыз. Енше кеттік достар, көте. Counting days, counting time. Короче достар, яғни нейтрон жайлы айта кетсек достар, нейтрон хайпы жүр деп айта аламын. Короче хайп ұстап жүр, яғни типа мысалға оның бәрі конфликт ашып жүр, яғни нейтрон. Конфликттің бәрі неден шықты десеңдер, яғни КВ-дан және нейтрон өзі сол туралы хайп ұстап сөйтіп конфликт ашып жүр. Короче және жақында Nodify пен OneVol КВ шыққанда нейтронда оны хайп ұстап, яғни оларды басқаша қылып видео түсірген болатын. Короче, және ол күнде кәдімгі видеомыз просто Азазели, Аско туралы видеолар шығарып жүреді күнде. Енді күнде дегенде анда-санда басқаша видеолар шығару да мүмкін, может быть. Азазели туралы Азазели, қазақтардың Мосор дейді деген видео шығарды, бірақ ол фотошоп болып шықты. Оның подписчигі өтірік, ол нейтронда өтірік қылақта теуіп, короче, сөйтіп ұрыстырған. Короче, сосын нейтрон олмен конфликт бастады деп айта аламын. Және нейтрон ол хайп, және Азазели айтады, типа нейтронға хайпа жүр, сөйтіп айтып жүр. Және Аско жақында Кслайн деген кланмен КВ шыққанда Шелди ол туралы видео шығарған. Және Шелди, яғни типа Аско автокликер деп, және скоро нейтронда шығару мүмкін. Және Nodify кланын шитак деп сөйтіп сондай видеолар шығарып жүр, яғни Асколарды мазақтап. Короче, айтайын десем, енді түсінген шығарсыңдар деген ойдамын. Енді ол, яғни бізді Асколарға айдап салады, яғни типа ұрсын, яғни конфликт бастайды деген. Енді өздерің түсінген шығарсыңдар, конфликт бастайды осылай. Типа мысалға бір клан, яғни шитак болса, яғни Nodify-тың кланындағы бір баланы сразу салады, YouTube каналына. Өздерің білесіңдер, көбісі жақтыртпай жатыр нейтронды, ондай видео шығара берме дейді. Короче, түсінгендерінде бойынша енді осы. Және достар, бұл нейтронды жамандатқан видео емес, бұл просто конфликт болмасын, және андай видео, короче, андай Асколардың түрлерін салып, сондай қылып жамандау видео түсіреді. Мен сол конфликт болмасын деп осы видеоны салып жатырмын. Және нейтрон соларды жамандау видео емес, просто мен екі жақтан да жақтаймын, екеуін де жақтаймын. Аско, Шелди, нейтрон дегендерді жақтаймын. Енді конфликт болмаса өте керемет болып кететін еді. Короче, сіздермен болған мен Драко, ал давайте.